Бұл ирландиец Шавкат Рахмоновтан мықты ма? Жалынды сәлем, UFC 298 аяқталды. Жаңа чемпион 66 килограмм салмақта таққа отырды. Ал мына ирландиец Шавкат Рахмоновқа UFC-де ең үлкен угроза бола ма? Соны қазір талқылап көрейік. Интро. Иэн Гэри Шавкаттың салмағында барлығын жеңіп келе жатқан жас жұлдыз. Ол Конор Макгрегор сияқты Ирландиядан шыққан, тура сол Конордың жолын басып келе жатқан мықты спортсмен. Конор сияқты ол да Европадағы Cage Warriors деген организацияның чемпионы болды. Ол туралы соңғы кездері фанаттар арасында көп талқылаулар жүріп жүр. Кейбірлері болашақ чемпион десе, басқалары топ оппонентті жеңе алмайды дейді UFC-де. Оның мықтылығын біз осы турнир арқылы Шавкатпен салыстыра алатын болдық. Себебі ол Шавкатқа өте күрделі жекпе-жек берген Джефф Нилмен октагонда кездесті. Сол жекпе-жекті аналитика жасап көрейік. Біріншіден, Иэн Гэридің антропометриясына назар аударайық. Ол өз салмағында сай емес боймен ерекшеленеді. Бойы да қолдары ұзын. Ол дегеніміз жекпе-жекте барынша дистанция ұстауға тырысады. Бойы 190 см, қолының ұзындығы 188 см. Өзінің бойына сай келмейді екен, бірақ дистанцияны жақсы сезеді. Спорт карьерасын бокс пен дзюдодан бастаған. Ол дегеніміз Шавкат сияқты универсалды боец екенін айтады. Ал Шавкаттың бойы одан қысқарақ болса да, қолдары ұзынырақ дейді Википедия. Бұндай кішкентай да болсын өлшемдердегі айырмашылық UFC-де сияқты үлкен деңгейде қатты әсер етуі мүмкін. Джефф Нилді екеуі де жеңіспен өтті, бірақ дұрыстап салыстырсақ, екеуінде де жақсы және жаман жерлері бар. Шавкат оны сабмишнмен сенімді жеңсе де, өкінішке орай көп өзіне керек емес зақым алды. Ал Иэн Гэридің жеңісі әдемі болмаса да, өзіне зақым алмай, тактикаға көбірек мән бергені көрінеді. Ондай тактика болашақтағы жекпе-жектерге де әсер етеді. Ал Шавкатпен айырмашылығы Иэн күресті өзінің ең мықты жағына жақтырмайтын сияқты. Шавкат болса, жекпе-жектің әр мезетінде стойкада болсын, немесе партерда өз қарсыласын ертерек жеңуді ойлайтын сияқты. Ал сіздердің ойыңызша, Иэн Гэри болашақта Шавкатпен октагонда кездесуі мүмкін ба? Және де кім ондай жекпе-жекті жеңеді? Қалай болса да Шавкат Рахмоновты UFC белбеуінен бір немесе екі жекпе-жек бөліп тұр. Көбісі Колби Ковинг туралы айтып жүр. Бірақ менің ойымша, Колби Шавкатпен жекпе-жектен барынша қашуға тырысады. Сонда UFC тек чемпион Леон Эдвардспен тура шығаруы қалады. Немесе рейтингіде кішкене төмен біреумен шығаруға тырысады. Ондай жағдайда екі жеңілмеген жауынгердің арасында кім мықтырақ екен деп Иэн Гэримен жекпе-жек жасауы мүмкін. Ирландық ондай жағдайда болса, барынша жекпе-жекте қашқақтап очко жинап жеңуге тырысатын сияқты. Сол үшін Рахмоновқа қауіпті оппонент болуы мүмкін деп ойлаймын. Ондай қарсыластар күшпен емес, өтірік доминация көрсетіп, қашқақтап жүріп жеңуге тырысатын сияқты. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарияға өз ойыңызды жазған үшін ерекше алғыс айтамын. Барлығыңызға рахмет, сәттілік.